Ең қауіпті тамақ аш бұл шекер емес, қуырылған тоқ емес, газдалған сусындық емес. Бұл азық дерлік барлық тамақ аштарда кездеседі. Ал оксидтік стресс деп аталған абалды жаратады. Бұл сенің клеткаларың, тұрықсыз молекулалар, башқаша айтқанда еркін радикалдар тарапынан қол салуға ұшырағанда болады. Бұл сенің ішкі органдарыңдың жай дат басуысына ұқсас. Боруң, миың, жүрегің күн сайын тың зиянға ұшырап тұрады. Бұл өнөкөт сезгенүүнү пайда кылат. Ал гормоналдык тең салмаксыздыкка, жүрөк ооруларына жана ракка чейин алып келиши мүмкүн. Ең коркунучтуусу, көпчүлүк адамдар бул азыкты күн сайын колдонуп, аны сезбей да калышат. Бул азык өсүмдүк майлары, күн карама майы, рапс майы, жүгөрү майы жана соя майы. Бул майлар арзан, иштетилген жана туруксуз омега-6 май кислоталарына бай келет. Бул майлар адам керектүү өсүү үчүн жаралган эмес. Башындалар өнөр жай майлоочу зат катары колдонулган. Тамак аштын курамын текшер, бул майларды жашооңдон чыгарып сал. Биз туура жана натуралдык тамактанууга кайтуубуз керек. Ден соолук өзүңүздүн гана колуңузда. Өзүңүзгө сиз күйбөсөңүз, сизден башка эч ким күйбөйт.